Ал енді ойыншығымыздың денесін тоқитын боламыз. Ол үшін кольцо амигуруми жасап, осы кольцоның ішіне 6 столбик без накида тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді мына кішкентай жіпті тартамыз. Енді 6 прибавка жасаймыз. Әр қайсысына 2 столбик без накида тоқимыз. Бірінші прибавка. Екінші прибавка. Үшінші прибавка. Төртінші. Бесінші. И соңғы прибавка жасаймыз. Бізде 12 петля шықты. Әрбір қатардың басын осылай жіппен белгілеп отырамын. Енді келесі үшінші қатарды тоқимыз. 1 столбик без накида. Келесіне прибавка. Бір столбик без накида. Келесіне прибавка. Осылай 6 рет қайталаймыз. Бір столбик без накида. Келесіне прибавка. Қатардың соңында 18 петля шығу керек. Енді келесі төртінші қатар. Екі столбик без накида. Келесіне прибавка. Бір столбик без накида. Екі столбик без накида. Прибавка. Бұны да қатардың соңына дейін осылай қайталаймыз. 6 рет.
мінекей төртінші қатарды тоқып аяқтадық. 24 петля шықты. Осы жерде мен сіздерге схема қойып кетемін. Осылай 10 қатар тоқып шығу керек. 8 петля бір прибавка 60 петля болып шыққанша тоқып шығыңыздар. Сіздермен 11 қатарда кездесеміз. Мінекей мен 10 қатар тоқып шықтым. 8 столбик бір прибавка тоқыған кезде осындай қатарда 60 петля болып шығу керек. Енді 11-ші қатардан 16-ші қатарға дейін 6 қатар осылай 60 столбик без накида тоқып шығамыз. Ешқандай прибавка қоспай осылай 60 петля жасап 6 қатар тоқып шығуымыз керек. Енді келесі 17-ші қатарды былай тоқимыз. 8 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 бір убавка жасаймыз. Осылай 6 рет қайталап айналдырып тоқып шығамыз. Бізде қатарда 54 петля болып шығады. Келесі 18-ші қатарды бір қатар 54 петля тоқып шығуымыз керек. Келесі 19-ші қатарды 7 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 7 бір убавка. Осылай 6 рет қайталап мына жерге дейін тоқып келеміз. Қатарда 48 петля болып шығу керек. Келесі 20-21 екі қатар 48 петлядан тоқып шығамыз. Келесі 22-ші қатарда 6 столбик без накида 1 2 3 4 5 6 бір убавка. Осылай 6 рет қатардың соңына дейін қайталаймыз. 42 петля шығу керек. Келесі 23-24 қатар 2 қатар 42 петлядан тоқып шығамыз. Келесі 25-ші қатарды былай тоқимыз. 5 столбик без накида 1 2 3 4 5 бір убавка. Осылай 6 рет қайталаймыз. Қатарда 36 петля шығу керек. Одан кейінгі 26-шы, 27-шы екі қатарды 36 петля тоқып шығамыз. Енді 28-ші қатарды тоқимыз. 4 столбик без накида 1 2 3 4 бір убавка. Осылай 6 рет қайталаймыз. Қатарда 30 петля шығу керек. Келесі 29-ші қатарды қатарда 30 петля шығу керек.
келесі 29-шы 30-шы қатарды екі қатар 30 столбик без накида тоқып шығамыз. Мен мінекей ішіне синтефонды салып қойдым. Енді ары қарай 31-ші қатарды тоқитын боламыз. Ол үшін 3 столбик без накида тоқимыз. 1 2 3 1 убавка, дәл осылай аяғына дейін 6 рет қайталаймыз. Бізде 24 петля шығу керек. Енді соңғы 32-ші қатарда бір қатар 24 столбик без накида тоқып аяқтаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. Соңғысына соединительный жасап, осы жерден жіпті ұзын қылып қиып тастаймыз. Мінекей осымен денесін тоқып болдық. Ішіне кішкене синтефонды салып қою керек. Енді басын тоқитын боламыз.